Короче, таңғы сағат 4. Мен, в общем, енді жиналып отырмын. Мынаның үстін бәрі бардак. Жолға кететін заттарын дайындап қойып отырмын. Мынақты киімдерім. Мынау мен тайный Сантама берем. Осындай подарок алдым. Төсектің бәрін реттестіру керек. Лампылар. Короче, Шымкентке кетіп бара жатырмын ғой. Білмеймін, бұл влог салам ба, салмайым ба көреміз. Если что, салып қалып жатсам, осындай отыр. Таңғы сағат 4 болды. Бүгін бізде менен бөлек Ершат та кетіп бара жатыр Ақтауға. Түсірмеш болған мен. Ени. Мынақты бұл заттарын жинап алып кетіп бара жатыр. Қазір Ершат киімдерін жинап жатыр. Бұл самолетпен кетеді, мен пойызбен кетем. Короче, достар, бізде таңғы сағат 7 болды. Біз заттарымызды реттеп, полностью мусорлар бәрі. Осы 2 затпен кетем қазір. Все. Бұйырса шығып бара жатыр жолға. Қазір енді 9-да пойыз жүреді. И мен түнгі 9-да Шымкентке жетуім керек. Сен қаншада жетесің? 7-те жетемін. Кешкі ма? В общем, достар, бізде мынақты Ершат Ермұхан. Ана жақта бізде вокзалда тұрып. Сағат қанша болды көрсетші? Басша. Өзім басан жарайды. Жарым болды сағат. Біз таң атпай сорпа жеп отырдық. Мен ғана сорпа жеп отырмын андай. Шорпа жеп отырмын, шорпа қазаннан алып. Короче, қазір кетеміз Шымкентке. В общем, достар, мен кеттім, короче. Давайте. Жол болсын. Давай. В общем, Алматыда Шымкентте жалғастырамыз. Шашы өсіп кеткен. Шымкентке барып алдырамыз енді. Кетіп бара жатырмық. Шымкенттен түстік ал. Шымкентте жамыр болып отыр екен. Бекасында Айсұлтан күтіп алып. Әнелерім. Короче, кетіп бара жатырмық үйге. Осылай Шымкентте. Мына бала вокзалға костюммен келген ғой, мен күтіп аламын деп. Жынды ғой. Жынды ғой мынау. Бізде үйдің сыртынан андай ремонт істеп тастапты. Осындай әдем болып қалыпты. Баяғыда пустой тұратын еді сыртта. Осылайдан полностью өзгеріп кетті. Молодец. Бәрі өзгереді. Мынау менің баяғы орным. Мынақты мен компьютер тұрады, баяғы креслом. Мынақты мен заттарым әлі тұр енді. Наушниктарым баяғы. Бірақ тек компьютер жоқ болды. Қалғанда лампа бәрі тұр екен. Даже мынаған дейін тұр, бірақ пустой. Жоқ, микрофон тұр екен, базы жоқ, күшті. Осылай вот бізде үйде мынандай Новый год болып жатыр уже. Бойынан шықсақ. Мына жерде мынандай елка қойып тастаған. Новый год құттықтап. Базар жоқ. Маған енді душқа түсіп алу керек. Көп созбай осы кезде тайный Сантамызды ойнап тастайық деген шешім қабылдадық. Маған түскен подарка, құда қаласа, Айшуағыма. Иісі керемет. Сендерде одеколон дейді ма? Бізде әйелдерде күшті тоқи дейді. Осын келесілі бұдан да үлкен подаркалар ала береді. Ал мен енді өзімнің сыйлығымды осы үйде өзі бірақ шүтіп деген кезде бәрі түсінеді ғой, ерген азыр. Не екен? Биыл қызыл жыл өзі. Ағасына үлкен. Подарка. Мамаға. Осы дейін мамаға. Мақтап жүрсей, әдемі. О, күшті. Ал маған осы үйдің красавчик жігіті бар өзі. Өзі қонаққа келген қонақтардың бәрін жағдайын жасайды. Ал бекончик бар. Ал аша ғой. Сабаттамадым. Бәрекелді. Подарка беретін адам, ол осы үйдің жанашыры. Папаға. Ё-моё. Часы. Бұл мойка навоз. Алтын сіз маған айтып едіңіз ғой. Типа машина ол әр жерге жетелеп таза жүру керек деп. Мойка навоз. Молодец. Нағыз керек нәрсе. Ал енді менің кезегім сыйлық беретін. Ол Айсұлтанға өзі самолет арғанда жүретін самолет алды. Олар көп болсын деп, сол үшін көп самолет алдым. Бәрі саған. Жылап жібереді да. Короче, бәрі самолет. Ең күштісі анау. Ең күштісі болсын. Менің палам соңғы адам. Иә. Азияға түсті. Опа. Опа.
Әне. Ох ты, сүріндір. Ох ты, молодец. Шапшама болды, сақыңыз. Ох ты, ой жаным, рахмет. Мінекей. Не деген керемет жаным. Сенен басқа ешкім мұндай жақсы нәрсе подарок еткен емес маған. Достар, біздің үйде тайный санта. Бізде мына тайный санта болып жатыр. Үйде, короче, алтын, күміс, мына PlayStation, маған парфюм. В общем, көп нәрсе болып жатыр ғой үйде. Ертең Новый год қарсы аламыз. Қазір бізде еще Рома жазып жатыр, келатырмын деп. Оған да может шықпайтын шығармыз. Қазір көреміз, достар. В общем, ауыстырмай до конца бірге көріңдер. Бізде мына жақта сағат қанша болды? Сағат бізде 5:30 болды. Өзі басталып кетті бізде. Мына жақта ютубқа. Осындай. Өзі алғашқы қонақтар келіп отыр үйге. Мына жақта, короче, міне. Келатыр ма? Жоқ. Мына жақта өзі ертеңгі күндерін ойлап отыр екен. Баржомимен. Жақсы. Келді. Достар, достар, менің аккаунтыма тіркеліп кетіңдер, В общем, басталып кетті ғой. Так, достар, құттықтап қойсаңдар болады. Осы жылдың басты жаңалығы сендерге айтпай жүрген болатынмын. Айтатын кез келді міне. Әліби. Достар, мен бағана сөзін айтып болмадым, бұл уже өсіп кетті. Осындай кездесіп жатыр. Қазір тамақ ішеміз, сосын бәрін бірге көретін боламыз. Құдай камераға сәлемді. Ал достар, біз залға кіреміз дегенше тағы да өсіп кетті. Ертөстік сияқты өсіп жатыр қазір, білмем не екенін. Камераға сәлем жолдап келсең. Біз достар, жаңа жыл тойлағанша мына бала тағы да өсіп кетті. Өз жалақпыз. Достар, біздің үйде осындай массаж бар. Естіп, мынандай беговой дорожка бар, ешкім жүгірмейді бұда. Қазір енді массажда отырмын. Мынаған қараңдаршы, достар. Е-мая, не деген кайф. Мынау максималкада тұрғадым дейін ыстатын өшірттадық енді. Мына еще саусақтарыңа дейін істейтін бар ма? Өшін сондай бірдеңе, достар. Короче, тема ғой, тема. Ас болсын. Естіп алай отырамыз ғанандай пультімен. Бір жеткізіп қоясың, мойным қосылады қазір. Ойбай. Ал біз, достар, барлығымыз отбасымызбен бірге ауылға шықтық. Сәлем. Полностью составпен мына жақта папа отыр қасымда. Папам майжасымен кетіп баратырық. Қазір Ленгер Жаңойым деген ауылға баратырық. Баяғы подписчиктерім болса білет, влогтарда түсіргем. Бір және мен бүгін Төле би ауданы Жаңойым ауылында жүрмін. Жер. Жаңа жылды құттықтап, оқтан аскорейді өткізіп жіберейік. Кеттік ал. Ал достар, біз, в общем, келдік, түсірді, ұмытып кеттім. Жеттік біз бірақ. Мұнда бек асыл. Сәлем, достар. Ала салқын, достар, қараңдар осындай. Машина, анда үшіншісі. Короче, осы қазенді шай тамақ ішіп алдық. Қазен андай тренд түсірейін отыр, бірдеңе жасайын деп отыр әйтеуір. Қазенді түнгі таман Шымкентке апаратынын айтамыз. Көреміз сосын. Дұрыс па, бек асыл? Иә. Үйге келе сала Дуканың туған күніне қайтадан аттанған болатынмын. Достар, бізде бүгін Дуканың туған күні екен. Бізде мына Рома, Асхат, Сабина, Булка, Сары, в общем, Джамбо, бәрі жүр мына жақта. Влог ма? Ютубқа влог ба? Влог. Болды. Короче, аяқ асты Дукан туған күніне келіп қалдық. Аяқ асты емес, өзі звондады сағат 6-да. Жиналайық сағат 11-де. Бүгін бізде мына туған күннің иесі. Сәлем. Жігіттер қыздар, біз, в общем, шаш алуға келдік, короче. Мына жақта болыңдар, мына түрімді. Шашымызды алып береді. Әдемі алып бересің ғой? Қазір көреміз енді. Берег өтсін де. Оппа, достар. Че там? Шаш қалай? Қысқарттық, ұзын шаш. Шашады, қысқарттық. Шашты, в общем, алып алдық. Нормальный болды. Джунглилау болып кетті, короче. Қазір енді бізде Шымкентте Громад деген жерден ақша шығарайын деп отырық. Барып ақша шешіп алып. И дальше үй жаққа қарай өтеміз уже. Бүгінге басқа план жоқ. Бүгінге план жалпы тек шаш алу ғана болған.
Нормально ма достар, комментарий жазып кетіңдер. Менің ойымша, нормальный сияқты комментарийға кепка алып кел деген әңгіме болмасын. Кетіп барадық, короче. Туп сонымен. Біз достар машина жуып жатырмыз, өз қолымызбен яқта. Ойбай, бегасыл. Чё там, мойщик па бүгін бізде? Мощь. В общем, соска қып, машина полностью тап-таза жуып жатырық, короче. Мойкада. Сосын көреміз, может, KFC-ге қалада. Ау? KFC. Может, KFC-ге көреміз, короче, достар, қазір. План жоқ деп отырсам, осы күні тағы да екінші туған күн пайда болды. Лучше сол дұрыс қой. Тұманда машина айдап жүріп, лобовойға тас тиіп сынып қалды. Бізде мияқта Бегасыл Айсұлтан коньки теуіп жүр. Осылайнан. Достар, Достар, қараңдар. Давай. Давай, беттен Айсұлтан. Құлап тұғадың. Осы конькиге келгелі 120 рет қуап жатырмын. Ойбай тағы ойнай қалдым. Айсұлтан кетті, бізде көрейік ал. Короче, мен айдай алмаймын бұндайды. В общем, білмеймін, бірдеңесін қылып жүріп айтар. Короче, осылай. Қазір бұдан шығып үй жаққа барамыз ба? Боулингқа барамыз дейді, білмеймін, көреміз. Нормаль ма? Тай. Балапа. Соң кесіп жіберейік. Айтсай, Айсұлтан тақпақ. Аяз ата кетті, бізге сыйлық беріп тұр. Қалтасында шоколад, оны бізге беріп тұр. Ой, молодец. Ертең TikTok-тың жұлдызы боласың. Аяз ата қандайсың? 80-дегі шалдайсың, өтірік сақал қойып ақ, мені неге алдайсың? Ой, молодец. Бізде достар, бүгін мен Алматыға қайтатын соңғы күн. Мияқта шашлык істеп беріп жатыр маған. Мияқта папама, мияқта мен ағам, Бегасыл, Жаңгырхан, Айсұлтан. В общем, бүгін шашлык жеп аламыз да, сосын түнгі 12-де мен уже Алматыға қайтадан жолға шығам. 10 күн өтіп кете салды уже, бірақ особо көп түсіріп үлгермедім ше. Қазір мияқта пока что қыздырып отырық. Қазір енді еттерін қоямыз. Бізде, короче, былайынан сразу мангалдың басынан ыстықтай жеп аламыз осылай. Бәріміз. В общем, бұл бөлек та бұл. Не паптай-микус. Бізде достар Айсұлтанның YouTube каналы бар, білетіндері болса, біз қазір Айсұлтан видеосын лайфхак видео түсіріп жүрік. Бізде қасымызда Мадияр. Мынау бізде бағанағы шашлыктарымыз. Шашлык. Мадияр, шашлык жесе? Же. Достар, енді өздерің байқағандай видео почти март болды уже, достар. Уже наурыз айы басталып жатыр. Видео енді ғана шығып жатыр, достар. Айбет біліңіздер, жаңа жылда түсірілген видео мен қазір монтаждадым. Бұдан басқа материалдар жоқ, достар. Осы жерден видеомыз біздің аяқталады. Рахмет, до конца көргендерің болса, лайктарын басып артамызға тіркеліңдер. Давайте, достар.